Жастар Алмасбек, екінші сырес, тақырыбы қазақ жазушыларының көркем шығармасындағы Қазақстан тарихының көрініс алуы. Бірінші сұрақ: көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғалар алынған? Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер трилогиясы» атты көркем шығармасында халық тағдырының 10 ғасырлық ең ауыр қасіреті қалың кезеңнің шынайы көркем тарих айтылған. Бұл шығармада қазақ хандығының бостандық пен тәуелсіздік жолындағы күресі туралы айтылған. Шығарманың негізгі идея не? Автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтерді? Алмас қылыш романында Әбілқайыр, Жәнібек, Керей хандар мен тақ үшін таласы, қазақ руларымен бірлесу идеясы суреттелінген. Жанталас романында 17-18 ғасырлардағы Қазақстанның шетел басқыншыларына қарсы күресі және Әбілқайыр ханның Қазақстанның батыс бөлігі мен Ресей патшалығына қол астына кіруі сипатталынған. Қалмақ хандығының қазақ еліне опасыздық шапқыншылығы, Алакөл маңайындағы Ордабасы өңірінде болған қырғын ұрыстар, Ресей патшалығына қол астына кірген Әбілқайырдың түпкі армандарының жеке басындағы түңілістері туралы жазылған. Ал Қаһар романында 18 ғасырда Абылай хан бастаған қазақ халқының қалмақ басқыншыларының біржолата талқан етуі, Абылайдың қазақ елінің дербес қазақ хандығына біріктіру әрекеттері және Абылай хан мен оның батырлары ел тәуелсіздігі үшін күрестегі ерлік, даналық іс-әрекеттері көрсетілген. Абылай ханның қазақ елін біріктіру жолындағы жанталас күйзелістері суреттелінген. Үшінші сұрағы: шығарманың бас кейіпкерлері кім? Олардың бейнесін сипатта. Шығарма кейіпкерлері негізінен тарихи тұлғалар, Шыңғыс хан дәуірінен бастап Кенесарымен аяқталатын қазақ мемлекетінің бастау көзі мен қиын қыстаулы тағдырын талайының басында тұрған хандар тізбегі, ел мұңы мен арман тілегенінің хабаршысы ақын-жыраулар, ел мен жер үшін, ұрпақ болашағы үшін жан аямай шайқасып, отан қорғай білген арыстан жүрек отан жілік батырлар. Алмас романында Әбілқайыр хан, Жәнібек хан, Керей хан, Асан қайғы, Қазтуған. Жанталас романында Қасым хан, Хақназар хан, Абылай, Бұқар жырау. Қаһар романындағы Кенесары, Ағыбай батыр, Жоламан батыр, Бопай батыр сияқты аты аңызға айналған тұлғалар басты кейіпкерлердің бірі болып табылады. Шығармада қандай салт-дәстүрлері, рәсімдер сипатталған? Қазақ халқының жылдың 4 мезгіліне орай жазда жайлауға, қыста қыстауға, күзде күстеуге, көктемде көктеуге көшіп қонып отыратын салт-дәстүрі бұл шығармада айтылған. Және де зергерлік бұйымдарды, ат әбіздерін жасауды, халық ауыз әдебиеті көрсетілген. Осы шығарманы оқып шыққан соң сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Қазіргі кездегі Қазақстанның ұлан-байтақ жері ата-баба қаныменен, солардың білек күшіменен ұрпақтан ұрпаққа жеткендігі және қазақ халқы басындағы түпкі нәубет замандарды кешкендігін түсіндім. Өзіңізге ұнаған сюжеттерден 2-3 үзіндіні мәнерлеп оқып беріңіз.
Қас қабағыңнан таныдым, хан Бердібек боларсың. Қауырт кештен таныдым, еділ барып қонарсың. Қан жылатып халқыңды, әлі-ақ сен де толарсың. Өз әкеңді өлтіріп, қайда барып оңарсың деген екі-үш жүзінде маған ұнады. Келесі сұрақ: кітап оқу кезеңінде қандай көңілде, сезімде болдыңыз? Халықты бастаған хандар мен батырлардың ерліктері ұлтқа деген сүйіспеншілікті оятып, жігерлендірді. Және де бұл кітапты достарыңызбен немесе жақындарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Қазақ халқының өте ауыр тарихынан хабардар болуына ұсынар едім. Болу үшін ұсынар едім. Шығарма авторы туралы не білесіз? Ілияс Есенберлин 1915 жылы Атбасар қаласында дүниеге келді. Ол поэзия, проза, драматургия, кинодраматургия саласында жемісті еңбек етті, және де 40-тан астам ән мәтіндерінің авторы болып табылады.